сәбіз қосылған бәліштің ғажап иісі ме? Неткен ғажап. Және алма шырынының хош иісі. Сосын түтіннің иісі. Түтін. Рерики, тосын сыйдан құр қалдың. Мен таңғы асты төсегіне апарып берейін дегем. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттім. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Нағыз бауырлар. 5-ші бөлім. Қайырлы таң, Рарити. Әке? Апа? Мына ғажап таңғасты Суитибель өзі әзірледі. Мен білгем. Шырынды күйдіруге болатынын білмеппін. Оған мен үйреттім. Біз демалыстан оралғанша, ол нағыз аспазға айналса таңғала қоймаспын. Демалыс? Осы аптада ма? Сонда осы аптада кетесіздер ме? Бұл алма тұздығы ма? Жоқ, қыдырлақнан. Екеуміз бауырымыз ғой, сондықтан уақытты көңілді өткіземіз. Әкемнің күймесіндегі заттарымды алайын. Сіздер бір аптаға кетесіздер ме? Демек сонда 7 күнге ме? Және 7 түнге. Сіңіліңмен көбірек уақыт өткізгін келетінін білем. Жейсің бе? Жоқ, шаруаларым бастан асып жатыр. Жарайды, демек, сіңіліммен бірге уақыт өткізуді тізімге қосып қояйын. Ең қажетті заттарды алдым. Алдымен ас үйді тазалап шығамыз. Тазалаймыз ба? Бірақ тамақ ішкен жоқпыз ғой. Білесің бе, Суитибель, еңбегіңді бағалайым. Тек мына таңғы асты жеуге болмайды. Ол күйіп кеткен. Күйген жоқ. Уайымдама, қымбаттым. Мен жеуге болатын тамақ әзірлеймін. Көмектесейін бе? Иә. Тоқтай тұр. Мен қазір бастаймын. Рерити, мен саған көмектесем дедім ғой. Иә, сен көкөністерді тәрелкеге сала бер. Ақ желкенді айтасың ба? Тоқтай тұр, ақырын сал, асықпа. Тым баяу қимылдайсың. Абайла, артқа, сәнмен қоюың керек. Сәнмен, түсіндің бе? Ой! Жаман емес. Жұмысқа кірісуім керек. Мына лас сүлгілерді апара саласың ба? Әрине, мен көмектесем. Суитибель, Көмектесе алам дедім ғой. Тосын сый. рас па? Ерекше суреті бар жүннен тоқылған жемпірімді жуып қойыпсың ғой. Мен оған әзер қол жеткізгем. Сол да сөз болып па? Сол да сөз болып па дейсің бе? Бұлай жуғаннан кейін ол кішірейіп қалады. Кешірші. Жақсы. Шығармашылықпен айналысайық. Не дейсің? Бірдеңе білдіріп жіберме. Өтінем. Мен тек әпкемді қуантқым келген. Ту, ішім пысты. Реритидің жұмысы қашан бітеді? Бірдеңе білдіріп жүрме. Егер сурет салсам, ештеңе білінбейді.
жетіспей тұр. Сәлем, Рерити, бұл ерекше сурет. Мәссаған, сен мына тастарды алдың ба? Не ғой, иә? Бірақ шеберханаңда тағы бар ғой? Бұл сирек кездесетін көгілдір жақұттар. Өте қымбат тапсырыс берушінің киімін безендіруім керек. Ой, кешірші. Суйтибель, саған не істесем екен? Сурет салайық, билесебет тебек, шахмат ойнайық, ән айтайық, бақа ұстайық, немесе... Оны айтқан жоқпын. Ау, Енді дәл сондай тастарды табуым керек. мен саған көмектесем. Жоқ! Жоқ, рахмет. Мына қағаздың бәрін жинап, ұқыптап реттеп қой. Қаламдар мен қылғаламдарды алған жеріңе апарып қой. Өтінем, қалаған ісіңмен айналыс тек. Одан кейін мен үй жинап әуре болмайын. Неге мен ештеңе дұрыс істей алмайым? Суэтибель! Мен келдім. Суэтибель! Тосын-сый! Шабыт беретін бөлмем. Сен не істедің? Не істедің? Не істедің? Бөлмеңдегі ретсіздікті көргеннен кейін жинастырып қояйын дедім. Бұл жай ретсіздік емес, шығармашылық ретсіздік. Мен мұнда жаңа киім үлгісін жасап жатқам. Сен келдің де бәрін жинап тастадың ғой. Егер мен үйді шашсам, ренжисің. Бірақ менің бөлмем шашылып жатты. Енді басынан бастауыма тура келеді. Мен сені қуанатын шығар деп ойладым. Қуанат деп ойладың ба? Қуанат деп ойладың ба? Мен оңаша қалдыршы. Реритимен бірге қалай тұрып жатырсың? Керемет. Екеуміз бірге бірдеңе істесек деп едім. Мен ештеңе бүлдірейін дегем жоқ. Нағыз бауырлар байқауы. Эпплджек екеуміз оған жыл сайын қатысамыз. Рерити екеуіңде басқа топтармен жарыссаңдар қайтеді. Бұл уақытты бірге өткізудің тамаша тәсілі ғой. Реритиге бұл тамаша идея ұнайды. Не деген ақылға қонымсыз идея. Алма бағындағы жарыс. Ол жер өте лас шығар. Несі бар? Саған барлық жерде ретсіздік елестейді. Суэтибель, ақырын сөйле. Мен сенің әпкеңмін. Иә, егер менің жайымды ойласаң, байқауға қатысар едің. Суэтибель, шынымды айтсам, ондай шаң жерде ақылға қонымсыз ойындарды ойнау жабайылық. Әпкеңмен бірге болсын, әпкеңсіз болсын. Жарайды. Онда байқауға жалғыз қатысуға тырысып көрем, біліп қой. Бұдан былай әпкемнен көмек сұрамайм. Ұқтың ба? Мен кеттім. Демек, енді саған керегім жоқ па? Солай ма? Біліп қой, сен болмасаң, бұдан да жақсырақ өмір сүрер едім. Жақсы, екеуміз келісімге келген сияқтымыз. Екеумізге де бауыр керек емес. Келістік. Келістік. Қош бол, бөтен қыз. Жабайылық? Ол нағыз бауырлар байқауын жабайылық деді ме? Иә, жабайылық. Тоқтай тұр, қалай сонда? Ол байқауды ғана емес, мені де жабайы санайды. Суэти, Рерити бәрін солай ойлайды. Жабайы деген не? Тәрбиесіз, көргенсіз деген сөз. Дұрыс. Реритиге біраз уақыт бер. Ол келеді, әпкелер үнемі солай істейді. Рерити олай істемейді. Жүр, аяқталмаған шаруамыз бар. Сен бізге көмектесесің бе? Менің көмектескенімді қалайсыңдар ма? Бірақ мен бәрін бүлдірем ғой. Қой, о не дегенің? Қара. Жарайсың, Эпплблум. Бұл жұмыс па? Ұрылған алмаларды сатуға болмайтындықтан оларды торайларға береміз.
Біз жұмысты ойынға айналдырамыз. Істеп көресің бе? Жарайды. Иә? Ау! Бұл оңай жұмыс емес екен, иә. Сондықтан біз бірге Жұмыс істейміз. Рерити топпен жұмыс істемейді. Бар еңбегім зая кетті. Бәріне Суити Белл кінәлі. Мына жер әдетте шашылып жататын. Маған бір ой келді. Керемет ой. Мен мұны түрлі түсті сән үлгілері деп атаймын. Шіркін Суити Белл мұны. Маңызды емес. Бәрібір менің заттарыма рұқсатсыз тиіспеу керек еді. Appleblom, алға! Сендер мұнда шырын жасайсыңдар ма? Бағалы киімдерінің жанында жүзім шырынын қойсам, Рерити менің сазайымды берер еді. Бұл ессіздік қой. Appleblom, Өтінем, Applejack, олай істеген жоқ. ал енді мұнаға не дейсің, тентек қыз? Ал енді жаңа топтамамның көйлектерін жуым керек. Жемпірім. Не болғанын қара? Суити Белл. Мысығым менің. Суити Белл бұл жемпірдің саған шақ келетінін білгендей жуыпты. Қайта, оның бағы бар екен. Бәрі де сәтті аяқталды. Appleblom, Естіп тұрмын. Мәссаған, олар бәрін бірге істейді екен. алақай! Мұны осылай істейміз, сіңілім. Жай ғана өтінсе болар еді ғой. Рерити мені ешқашан қолдамайды. Өте жақсы. Енді біреуін қойсам, ансамбльдің жұмысы бітеді. Суити Белл. Оның іске алғысыз жобасы қайда? Суити Белл, менің жалғыз сіңілім. Мен не бүлдірдім? Осы уақыттың бәрін өзіңмен бірге өткізуіме болар еді ғой. Мен тек шағымданумен болдым. Неге бұлай болды? Жоқ. Мен оны қайтаруым керек. Уәде берем. Бұдан бұлай ешқашан сіңілімді тастамаймын. Уәде берем. Суити Белл. Сені іздемеген жерім жоқ қой. Сәлем, бөтен қыз. Мұнда не үшін келдің? Абайла, үстіңді бүлдіріп аларсың. Суити Белл, кешірім сұрайын деп едім. Мен қателесіппін. Маған сіңілі керек екен. Маған да әпке керек екен. Мұны күні бойы Applejack пен Appleblomның жанында жүрген соң түсіндім. Суити Белл, сенің бұлай дегеніңе қатты қуанып тұрмын. Сол себепті енді Applejack маған әпке болады, ұқтың ба? Не дейсің? Не дейсің? Әпке деген сіңілісін жақсы көреді, оған қамқор болады. Applejack нағыз әпке. Суити Белл, сен асығыстық жасап тұрсың. Сосын, ол менің әпкем. Иә. Немесе, өзіңді қалай ұстау керегін түсіну үшін, ол саған әпке болуы керек. Түсіндің бе? Негізі, Маған қалай жақсы әпке болу керегін үйретудің қажеті жоқ. Рас айтам, Суити Белл, мен саған сүйікті асымды әзірлеуге үйретем, немесе жалыңды қалай бояуға болатын көрсетем. Өте қызық болады. Сонда екеуміз бірге үйге барып, сен қалаған нәрселерді ғана істегенімізді қалайсың ба? Солай ма? Иә. Мұны ойыңнан шығар. Біз әлі де бауырмыз ғой, е? Иә, кешірім сұрағаннан түк шықпады. Applejack, неге сенің жаныңда мен жаман болып көрінем, айтшы? Рерити, тағы да өзіңді ғана ойлап тұрсың. Әпкелі сіңілілер бір-біріне көмектесуі керек. Ал сен көп жақсылық көресің де есесін қайтармайсың. Бұл жалған. Мен сабақ өткізем, ақылды кеңестер берем, мен... Бірақ ымыраға келуді білмейсің.
әпкелі сіңілілердің арасындағы қарым-қатынас бәліш тәрізді. Сенде дәмді алмалар, сіңіліңде бірінші сұрыпты ұн болуы мүмкін. Тек екеуің бірлескен жағдайда ғана дәмді алма бәлішін жасай аласыңдар. Әйтпесе бізде шіріген жемістер мен қатқан қамыр ғана қалуы мүмкін ғой. Мен не істеу керектігін білем. Әлі де кеш емес шығар. Реритидің мұнда болмағаны жақсы болған сияқты. Мынаны көрсе, ол бірден жабайы дер еді. Не деген үлкен шошқа? Өздері өте сүйкімді екен. Рерити бұлай демес еді. О, сұмдық-ай, жеркенішті құбыжық, бұған қарау мүмкін емес дер еді. Қазір басталады. Жарайды, көңіл көтере беріңдер. Мен қатыса алмайым, өйткені әпкем жоқ. Әпкең бар. Appleblom екеуміз мұнда жыл сайын келетіндіктен Менің әпкем сенімен бірге жарысады. дұрыс. Рас па? Бірақ күн. Мына құрал жұмыс істей ме? Қосылып тұрма өзі? Алло, рас па? Мен заманауи құралдарды қолдануды білмеймін. Ал енді көптен күткен сәт туды. Біз нағыз бауырлар байқауын өткізгелі жатырмыз. Қысқасы, үлкен жарыстар. Биыл 5 топ қатысады, өтінем. Мәре сызығының жанына саққа тұрыңдар. Естідіңдер ме? Бұл біз ғой. Бір ғана күн. Бір күн. Ең тату бауырлар жеңсін. Дайындал. Назар сал. Жүгір. Дұрыс дедік пе, Applejack? Applejack, көмектес! Сенің қолыңнан келеді. Алақай! Керемет! Жарайсыңдар! Мәссаған жеңіске азақ қалды. Рахмет, Applejack. Сен ғажапсың. Жеңілсек те ештең етпейді. Бәрі керемет болды. Рерити! Бірақ Applejack қайда? Түк түсінбедім. Жарыс бастала салысымен орын ауыстырғанбыз. Сонда қалай? Біз байқауға бірге қатысқан жоқпыз ба? Әрине, сіңілім. Біз бірге қатыстық. Есесіне мәреге бірге жеттіңдер. Демек, мұны бірге ойластырдыңдар ма? Мен үшін солай істедіңдер ме? Біз үшін көрдің бе? Көрдің бе? Біз алма бәлішін әзірлей аламыз. Сосын түсіндірем. Ал енді мұны атап өтуіміз керек. Қай жерде? Сұлулық салонында. Мен рас айтып тұрмын. Сонымен қаншайымға не жазамыз? Мен бастайын. Әпке деген әлемдегі ең жақсы туыс. Тек кейде онымен тіл табысу оңай емес. Келісем.
әпкең болғаны керемет. Тек бұған көп күш жұмсау қажет. Тіл табыса білуің керек. Мінезіміз әртүрлі екенін түсіну керек. Ең бастысы, уақытты көңілді өткізе білуді үйренуіміз керек. Тіпті ол үшін аздап былғануыңа тура келсе де. Барынша былғануыңа. Аздап былғануыңа. Барынша. Аздап былғануыңа. Барынша. Тоқтай тұрыңдар, ортақ мәмілеге келейік. Жай ғана былғануға дейік. Сонымен болды. Келістік. Бүгін айрықша белгі іздеушілер үшін ерекше күн. Мен мұны сезіп тұрмын. Дәл бүгін ерекше белгілерімізді боулингтен аламыз. Алақай! Алақай! Яғни алақай! Осыдан кейін бізді ерекше белгі іздеушілер деп атамайды. Біз 3 соқы боламыз. Бізге соққы жасалғанды естіледі екен. Егіз кегілдер десекші? Біз үшеуміз ғой? Олай болса, боулинг жеңімпаздары. Боулинг жеңімпаздары, алақай! Керемет! Жақсы. Қане, бәрін таңғалдырайық. Дәмдейкізді ғой. Бірақ, менің добым қайда? Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жұмбақ ауру. 6 бөлім. боулинг ойнаған керемет. Тіпті доп тастай алмасаң да. Иә, тым құрыса сенің добың жолдан шығып кеткен жоқ қой. Кинг-Пинг мырза енді маған рұқсат ете қоймас. Ей, ерекше белгіні қиратудан алатын шығармын. Мұңайма, Эпплблум. Мен сенің көңіліңді қалай көтеру керектігін білем. Мына тәтті нан көңіл күйіңді көтереді. Мүлде көтермей. Түрлі ойындар сені шаттыққа кенелтеді. Мүлде олай емес. Жаңа қалпақ мұңыңды тарқатады. Тарқатпайды. Ей, Эпплблум, бұл жай ғана ерекше белгі ғой. Белгі жоқ болса ше. Танаш, олай айтпасаңшы. Эпплблум, қайда барасың? Эпплблум, кейінгі айт. Ой! Сонымен кім келді екен? Жалғыз өзің неғып жүрсің, Эпплблум? Саған не болды, қымбаттым, а? О, орманда жүріп түсіңді сындырып алыпсың ғой. Соңымнан ер, саған дәрі берем. Көмегі тиет. Істемеген ісім қалмады, Зикора. Бірақ ерекше белгіні ала алмадым. Демек, Смит әжей секілді қартайсам да ерекше белгім болмайды. Бәріне еш қиындықсыз жетерсің.
Тек есіңде болсын, шыдамды болуың керек. Мұны таныс понидің бәрі айтады. Енді ала құланнан еститін болдым. Мен өте сабырсызбын. Маған дәл қазір ерекше белгі қажет. Өте қажет. Ерекше белгіңді көресің. Тек алдымен тісіңді емдейік. Мына кеседегі сусынды тауыз. Сонда тісің қалпыңа келеді. Мәссаған, айтқаның келді, Зикора. Бәлі, бұл кез келген аурудан айықтыратын тұнба ма? Сынық, белдің ауруы, тұмау. Иә, балақа, емдік өсімдіктер аурудың бәріне ем. Бұл жерде емдік өсімдіктер ғана емес, сұлу болуға көмектесетін дәрілер де бар. Мәселен, мынау жалға арналған. Мәссаған, сенде кез келген нәрсеге көмектесетін тұнба бар екен ғой, иә? Бұл бөлмеден кез келген қоспаны табуға болады, бірақ арманыңды орындауға көмектеспейді. Ерекше белгіні сиқырмен ала алмайсың. Оны уақыт, адал досың, немесе жауың сыйлайды. Жарайды. Ал мынау не, Зикора? Қоразға бірдеңе әзірлеп жатырмын. Тез арада оны емдеуім керек. Сиқыр қолданбасам болмайды. Әйтпесе қоразсыз таң атпайды. Ей, мен бұл гүлді Панивилияда көргенмін. Бұл не? Бұл гүл аңсаған арман деп аталады. Тұнбаға оның күлтесін қосам. Қоразға тек осының көмегі тиеді. Сосын таңертең ол бізді оятады. Неткен керемет. Аңсаған арман деймісің? Мәссаған, түсінсең бұйырмасын. Сөреден күлгін тасты таппай жатырмын. Қызыл гүлді іздеп келейін. Я, бара бер. Менің қарным ашты. Менің де. Апплблум, сенде ерекше белгі пайда болды ғой. Апплблум, бұл не? Йо, бұл о әріпі ме? Сен дұрыс жазумен айналысасың ба? Әлде жүзік пе? Сен зергерсің бе? Әлде бұл бәліф пе? Тәбетім асылып кетті ғой. Жоқ, бұл құрсау. Қайталашы? Құрсау. Маған қатты ұнайды. Кішкентай кезімде Эпплджек оны ескі бөшкеден жасаған. Менің бұған қабілетті екенімді кім білген? Қызық, иә? Мәссаған, Апплблум, керемет. Болды ма? Қабілетің осы ма? Жай ғана шеңбер айналдыру ма? Қойшы. Сендер әлі ештеңе көрген жоқсыңдар. Ғажап! Ала береді. Жарайсың. Қандай күшті! Тамаша. Бәріңе рахмет. Менің понилерім, сыныпқа кіріңдер. Қандай керемет. Эпплблум, Я, Черли ханым. дереу құрсауды аулаға апарып кел. Және шеберлігіңнің сырын бізге айтып бер. Я! Қорқатын түгі де жоқ. Шаттыға беріңдер. Сонда бірдеңе шығуы мүмкін. Жарайсыңдар, қыздар. Сен өте шеберсің, Апплблум. Иә, біздің қолымыздан келмейді. Асықпай жаттығу керек. Сонда тез-ақ үйреніп аласыңдар. Мынаны да. Тіпті мынаны
Мынаны да. Мынаны да. Ғажайып! Керемет! Бізге тағы бір өнеріңді көрсетші. Жақсы, тағы бірнеше тәсіл көрсетейін. Тек абай болыңдар. Бұлар өте күрделі, үйреніп жүргендерге арналмаған. Түсіндің бе, Даймонд Тиара? Мен мұны тікұшақ деп атаймын. Тағы бір ерекше белгі ме? Ха! Соңғы тәсілден бір нәрсе белгілі болды. Бұл ерекше белгілер жалған. Жалған емес. Чарли ханым, екі ерекше белгісі бар пониді көріп пе едіңіз? Ондайды ешқашан көрген емеспін. Бірақ Apple Bloom'ның екі ерекше қабілеті бар шығар. Солай ма? Ендеше мынаны көрейік. Тәрелкені қағып ал. Екі ерекше белгі ме? Екі қабілет пе? Иә! Біздің құрбымыз әлемдегі ең қабілетті пони! Сонымен понилер, қойылым көруге дайынсыңдар ма? Сіңілім, құттықтаймыз. Сен бір емес, бірден екі ерекше белгіге ие болдың. Біз сені мақтан етеміз. Солай ма, Биг Макинтош? Иә. Мұндай нәрсені өмір көрген емеспін. Ал сен ше? Жоқ. Сенің секіріп, айналып билегеніңді көргенімде өзімнің жас кезім есіме түсіп кетіпті. Белім-ай, белім-ай. Енді дұрыс болды. Apple Bloom, дәл қазір тағы бірдеңе көрсете аласың ба? Шынымды айтсам, дәл қазір жатып ұйықтағым кеп тұр. Қатты шаршадым. Таңертең кездесеміз. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Бұған таң қалып тұрмын. Біздің Apple Bloom'ның қабілеттері ашылды. Солай ма, Биг Мак? Иә. Не боп жатыр өзі? Apple Bloom, не істеп тұрсың? Тұпырлап билеп тұрсың ба? Үш ерекше белгі ме? Маған көмектес. Көмектес. Мұнда кел. Ай! Ай! Кешір, Applejack, мен қалай тоқтайтынымды білмеймін. Жарайды, мен бізге көмектес алатын пониді білем. Үш ерекше белгі ме? Үш қабілет пе? Мұндай нәрсені көрген емеспін. Аз уақыт бұрын понилердің ерекше аурулары туралы оқығанмын. Қалай аталушы еді? Понилердің сиқырлы анықтамалығы. Иә, жарайсың, Спайк. Иә, менің де ерекше қабілетім бар. Безгек, бұл емес. Ұстамалы қабілет. Ұстамалы қабілет? Оған көмектесуіміз керек. Ұстамалы қабілет. Бұл понилерге ежелгі заманда жабысқан ауру. Мұны 10 есе тезірек айт.
Понидың бүкіл денесінде ерекше белгілер пайда болып, тез арада жаңа қабілеттерін көрсетуге мәжбүр етеді. Мен жайлы айтылған ғой. Иә, тек мұны қалай емдейді? Мұның емі жоқ деп жазылған. Емі жоқ па? Ауру себебін анықтаудың сәті түспеді. Ұстамалы қабілет қалай пайда болса, солай ғайып болған. Масқара. Сағдай Blue дағмағды, күті. Qu'est-ce je parle m'infini. Менің сіңілім басқа тілде сөйлеп тұр. Оған көмектесуіміз керек. Көмектесуіміз керек екенін білем. Бірақ ауруының өздігінен жазылуын күте алмаймыз. Дәрі әзірлей алатын біреуді табуымыз керек. Tu suis. Жай ғана пониді емес, зебраны. Зекора. Бол тез. Dépêchez-vous. Oui. Оған не болған? Сұмдық. Ол есінен адасқан. Мүлде олай емес. Ол жазылмайтын жұмбақ ауруға шалдыққан. Ұстамалы қабілет деп аталады. Ұстамалы қабілет. Ұстамалы қабілет. Бұл жерде соңғы рет болған кезімде понилер мәңгіге үрей дегенді ұмытты деп ойлап едім. Бірақ терезе есіктер бекітулі тұр. Көшеден ешкімді көре алмай тұрмын. Зекора, Apple Bloom ұстамалы қабілет дертіне шалдықты. Біз мұның емін сұрау үшін саған бара жатқанбыз. Сөйтсек осында екенсің. Мұны өзің сездің бе? Мен ештеңе сезген жоқпын. Сендерге мұнаны айтайын. Мен гүл іздеп үйден шығып кеткенмін. Және аз уақыт ішінде іздегенімді таптым. Бірақ сәлден соң Apple Bloom менің үйіме келді. Үстелдің үстіндегі гүлдердің бәрі неге жоғалып кеткенін Apple Bloom'ның өзі айтып берсе қайтеді. Мен. Менде бұл аурудың дәрісі бар. Шындық дәндерінің сиқырлы күші бар. Оларды Apple Bloom'ға берсеңші, тезірек. Бұл дәндерді топыраққа егіңдер. Олар өсіп шыққаннан кейін Apple Bloom дертінен ғат. Қайталаш. Бұл дәндер тез өсіп шығады. Тек ол үшін шындық айтылуы керек. Түсінікті ме? Ендеше іске. Міне, болды. Енді біреу шындықты айтсын. Понилер, кім бар? Кеше Кейк ханымға 2 бәліш едім дегенмін, бірақ 3 бәліш едім. Жоқ, 6. Мен 6 бәліш едім. Болды, мен төзе алмайым. Болды! Кешіріңдер, мен төзе алмаймын. Мен өзімді тоқтаталар емеспін. Мен мойындаймын. Мен ерекше белгіге лайық емеспін. Бұлардың бәрі жалған. Мен әлгі гүл ерекше белгі алуыма көмектеседі деп ойладым. Сондықтан Зекора кеткен кезде тұнба дайындап оған сиқырлы гүлдердің күлтелерін қостым. Apple Bloom! Қалың жақсы ма? Керемет! Өмірі бұлай қуанған емеспін.
Бірақ өтірік айтқаныма қатты ұялып тұрмын, әсіресе сендерге. Ерекше белгіні алғым келгені сонша, бәрін ұмытып кеттім. Сенің гүліңді ұрлағаным үшін кешір, Зикора. Бұдан былай мені көргің келмесе де өзің білесің. Apple Bloom, қайдағы жоқты айтып тұрғаның не? Сен үшін есігім қашанда ашық, балақай. Өйткені әрбір қателік бізге бір нәрсе үйретеді. Apple Bloom, Селесия ханшайымға не үйренгенің жайлы хат жазсаң қайтеді? Әрине, Твайлайт. Спайк? Дайынмын. Құрметті Селестия ханшайым, кейде үлкен арманыңа қол жеткізу үшін біраз уақыт керек, және оқиғаны тездетуге күш салуың мүмкін, бірақ жаман әрекет арманыңа жетуге көмектеспейді. Шынайы болу, өзгелерге адал болу. Нағыз арман деген осы. Мен сені мақтан етем. Ең бастысы төзімді болу керек екенін түсінген сияқтысың. Иә, төзе білсең, барлық жақсылыққа жетесің. Мен ұзақ күттім. Тіпті тым ұзақ күттім. Не? Ерекше белгіге ие болу үшін бүгін не істейміз? Білесің бе? Ешқашан тұңба жасап көрмесең де, керемет тұңба жасадың. Иә, демек сенің қабілетің осы. Иә, дұрыс. Зикорамен сөйлесуіміз керек. Кеттік.